Қуыршақ театрындағы тарланбоз талант иесі Бақытжан Қаюов өмірін өнермен өрнектеген дарынды театр майталманы. Қазақ қуыршақ сахнасында 25 жылға жуық еңбек етуде. Үздіксіз ізденіс, терең толғаныс пен толаға еңбекті қажет ететін таңғажайып өнер өлкесінде 100-ден астам сан түрлі образдарды сомдап шығып, бүгінде көрермен көзайымына айналған өнегелі артист. Қазақ қуыршақ өнерінің жандануы мен дамуына сүбелі үлес қосып жүрген сахна саңлағы, әлемге аты әйгілі туындылар Шал мен теңіз, Каштанка, етік киген мысық, Буратинаның шым-шытырық оқиғасы, Қызыл телпек, Түйме қыз, Қаздар мен Аққулар сынды көптеген қойылымдарда өзгеше бейнелермен ерекше артист. Мәдениет саласының үздігі, дара төсбелгісінің иегері Бақытжан Қаюов, әйгілі Эрнест Хемингуэйдің Шал мен теңіз спектакліндегі Сантьяго рөлі үшін Қуыршақ театрының жыл актері және үздік ер адам рөлі номинацияларының иегері. Қасиетті қара домбыраның құлағында ойнайтын өнері мен қоңыр дауысы, әншілігі бір бөлек әңгіме. Қысқасы, Бақытжан Қаюовтың өнердегі дара жолымен танысқыңыз келсе, 18 қаңтар сырлы сахна суреткері мерекелік бенефисіне шақырамыз.